Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің мектеп телестудиясында Өрел орта мектебі директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары және тарих пәнінің мұғалімі Ахметов Ролан Нургазинович. Сонымен қатар Өрел орта мектебінің оқушысы Серік қызы Жұлдыз. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн, Рүстем. Құрметті Ролан Нургазинович, жалпы бүгінгі біздің телестудиямызға келуіңіздің себебін, жалпы осы оқушыңызбен келуіңіздің себебін түсіндіріп, өзіңізді, оқушыңызды етене жақынырақ көрермендерімізге таныстыра өтсеңіз. Енді басты себеп, бұл студияға келген себебіміз мына дарынды оқушымен жұмыс туралы кеңірек әңгіме қозғайтын боламыз. Оның ішінде мен сіздерге оқушымды, шәкіртімді кеңірек таныстырып айтып өтейін. Бұл Серік қызы Жұлдыз, қазірде Өрел орта мектебінде 10 сынып оқып жүр. Былтырғы оқу жылында, яғни 2024-2025 оқу жылында құқық негіздері пәнінен ауылдық олимпиададан да, жалпы білім беретін олимпиададан да, аудан кезеңдік және де облыстық кезеңде де жүлделі бірінші орын алды. Өкінішке орай ол енді 9 сыныптар бұл республикаға бара алмағандықтан, биылғы оқу жылында осы екі олимпиададан да, аудандық кезеңде де, облыстық кезеңде де және де желтоқсан айында елордасы Астана қаласында осы құқық негіздері пәнінен жүлделі екінші орынға ие болдық. Құтты болсын. Рахмет. Бұл енді шынымен де өте керемет жетістіктер, ұстаз үшін де, шәкірт үшін де биік белестер деп білеміз. Жалпы осы енді ұстаздық көзқарасыңызға арқа сүйей отырып, дарынды оқушы деген ұғымды жалпы қалай түсіндірер едіңіз? Енді дарынды оқушы бұрыннан мектеп қабырғасында бар ғой. Дарынды оқушыны мен өз ойым ақпаратты тез қабылдап, тез сапалы шешім қабылдай алатын, өз пәнін тереңірек сол сүйіп, тереңірек оқи алатын, тек қана білімде ғана емес, өнерде, мәдениетте, спортта ойлау қабілеті жоғары, логикасы мықты, жан-жақты оқушыны деп түсінемін өз басым. Жақсы. Ал ендеше мына алдыңызда отырған әр баланың жеке талантын байқау, бағамдау үшін қандай да бір жеке әдіс тәсілдер тиімді деп санайсыз? Дұрыс айтасың, Рүстем. Бұл дарынды оқушымен жұмыс жасау бұл жай ғана нәрсе емес. Ол үлкен уақытты, табандылықты, шыдамдылықты қажет етеді. Олай айту себебім, мына дарынды оқушымен жұмыс жасағанда ең бірінші енді мұғалімнің талапшылдығы болу керек. Міндетті түрде мұғалім балаға тапсырма берді ме, оны жүйелі түрде тексеріп отыру керек. Яғни бірінші әдіс тәсіл осы оқушыға берген ақпаратты қайтадан жүйелі түрде тексеру. Екінші әдіс тәсіл осы біз олимпиадаға дайындалғанда оқулықпен дайындалу керек. Себебі ұлттық бірыңғай тест алатын болсақ та, олимпиадалық осы сұрақтардың көбі оқулықтан құрастырылады. Сондықтан біздің осы 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптан Жұлдыз мысал үшін бірінші тестін құрастырады. Сонан кейін өзімізді арнайы дәптер басталған, соған жәнегі жазылып отырады. Менің алдымда қарама-қарсы отырып, жәнегі зачет есеп ретінде тапсыратын болады. Одан кейін тағы бір әдіс тәсілі деуге болады, немесе ерекшелігі, үлкен мектептерде мысал үшін бір пәннен бірнеше мұғалім береді. Мысал үшін қазақ тілін алайық, немесе тарихты алайық. Солда жылдың ортасында немесе өмір болған кейін әртүрлі себептермен мұғалім ауысып кетуі мүмкін. Сондықтан 5-ші сыныпта мұғалім сол сыныпты алды ма, аяғына дейін 11-ші сыныпқа дейін шығарып, базалық білімді беру керек деп ойлаймын. Себебі ол оқушының жеке мінез құлқын, жәнегі білімін, барлығын ол мұғалім толықтай зерттеп біліп алған. Сондықтан ол нәтижеге жетудің тағы да бір жолы деп ойлаймын. Одан кейінгі ерекшелігі, мұғалім мотиватор болу керек, оқушыға мотивация біліп беру керек. Мысал үшін енді Жұлдыз әртүрлі олимпиадаларға қатысуда, міндетті түрде біз осы олимпиадаға кірердің алдында Жұлдызбен мен міндетті түрде сөйлесем, сәттілік тілеймін, және ақыл кеңес беремін, және келешекте мен Жұлдызды өз басым ойлаймын, мына заң, құқық жөнінде өзіміздің ауданымыздан шыққан бір мықты маман иесі болады деген ойдамын. Себебі бізде Қатон-Қарағай ауданында мына прокурор, сот, судья немесе және тағы басқа құқық қорғау органдарына саусақпен санарлық деп айтуға болады. Енді бар әрине, бірақ та
келешекте осы жұлдызды мен осы салада жоғарғы маман иесі ретінде өз басым көргім келеді. Міндетті түрде әртүрлі жұмыстарды орындағанда және қатемен жұмыс міндетті түрде болу керек. Біз кез келген тапсырманы орындағаннан кейін жұлдыз екеуміз міндетті түрде қорытынды жасаймыз, анализ жасаймыз, қай жерден кемшілік кетті, қай жерде жетістік бар, қай жерде упущение түсіп бара жатқан жерлер бар, соның барлығын талқылап қорытынды жасап анализ жасап отырамыз үнемі. Одан кейін бұл жерде қат қалған қағида жоқ, әрине. Мен жұлдыз оқушы болса да жұлдыздан керісінше ұсыныс сұраймын. Ол менің айтқан ғана емес, жұлдыз қалай ары қарай дайындалған дұрыс болады, қалай нәтиже болады, мына жерін қалай өзгертеміз, мынамыз нәтиже бермей жатыр ғой мына же салада деп өзіміз ақылдасып ортақ шешім қабылдаймыз. Жақсы, жалпы бұл тек өзіңізге ғана емес, енді біздің ауданымыздағы немесе басқа кез келген мектептердегі ұстаздарға да өте пайдалы әдіс тәсілдер деп санаймын. Жалпы оқушының кемел жетістіктерге жетуіне өте бір тиімді әдіс тәсілдер екен. Келесі сұрағымыз енді Жұлдыз Серікқызы өзіңізге болмақ. Жалпы бос уақытыңызда білім алудан басқа немен айналысқанды ұнатасыз? Жалпы бос уақытымда мен сіңліммен шахмат ойнап, волейбол, теннис ойындарын ойнаймын. Әсіресе ең жақсы көретін хоббиім сурет салу. Басында мен графика, портрет салатын болсам, қазір мен майлы бояулармен, акварельмен пейзаждар салып үйреніп жатырмын. Жалпы қарап тұрсақ, шығармашылыққа да жақын жан екенсіз, Juste мен осы жерде жұлдызды қосып кетуге болады, қосымша айта кетейін, жұлдыз жан-жақты оқушы. Тек қана білімде ғана емес, ол волейболды ойнайды, және шахматты да жақсы ойнайды, тігін де тігеді. Сурет салуды өзі мектептің екінші қабатына шығарарда арнайы бұрыш берілген. Тек қана жұлдыз басында қара қарындашпен ғана салатын. Өзі және айтып кетті ғой, көбіндесе мына табиғатты салғанды жақсы көреді. Осы табиғатты салу арқылы өзінің ішкі жан дүниесінен шабыт алады. Жақсы, керемет, нағыз сегіз қырлы, бір сырлы, дарынды оқушы деп атауға лайық екен. Ал енді Жұлдыз Серікқызы, өзіңіз білім алып отырған қасиетті қара шаңырақ осынау Өрел орта мектебінің ұстаздарынан қандай бір игі жақсы қасиеттерді өз бойыңызға жинай алдым деп ойлайсыз? Біздің мектепте өте көп білімді, мықты мұғалімдер бар. Соның ішінде маған осы бағыт бағдар берген, еңбекқорлыққа, табандылыққа, білімге, алған мақсатына жетуді үйреткен осы тарих пәнінің мұғалімі Ахметов Ролан Нұрғазыұлы. Келесі маған еңбексүйгіштікті, өнерге деген құштарлықты, сурет салуды үйреткен Тоқбаева Туған Хабировна, және тағы бір жақсы көретін мұғалімім музыка пәнінің мұғалімі Ахмерова Раушан Құсайынқызы. Ол кісі маған ұлттық аспапта ойнауды үйретті, жан-жақты болуды, сабырлықты үйретті. Осы мұғалімдердің барлығы менің осы жетістікке жетуіме, тура осы жерде отыруыма үлкен үлес қосты деп сенемін. Бәрекелді, шынымен де керемет. Ал жалпы енді құрметті Ролан Нұрғазинович, өзіңіздің алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз? Енді алдағы жоспар, алдағы басты жұмыс, бізде көздеп отырған мақсатымыз бұйырса осы наурыз айында тағы да елордасы Астана қаласы соған жолдама алып отырмыз. Республикалық кезеңге жалпы білім беретін мектептерге арналған олимпиадаға бұйырса соған дайындық үстіндеміз. Енді уақыт көрсетеді. Осы ең басты мәселе қазір алдағы уақыт осы олимпиададан жүлделі орынмен оралу. Жақсы, енді осынау алдағы уақыттағы жоспарларыңызға, енді бастауын алып жатқан жаңа бастамаларыңыздың барлығына сәттілік тілейміз. Оқушыңыз тек қана биік белестерді бағындырып, жоғары жетістіктерге жете берсін. Сізге де педагогикалық осынау жұмысыңызға жалпы шығармашылық табыстар тілейміз. Келгендеріңізге, бүгін бізге сұхбат бергендеріңізге көп-көп рахмет айтамыз. Тек жемісті күндерде жолға берейік. Рахмет.